Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тыңдайтын дәрістеріңіздің тақырыбы патогенді және шартты патогенді каринобактериялар, бардотеллалар. Дифтерия фибринозды қабықшалардың пайда болуымен және интоксикациямен жұтқыншақтың, көмейдің, кеңгірдектің немесе басқа мүшелердің спецификалық қабынуымен сипатталатын жедел токсинемиялық инфекциялық ауру болып табылады. Дифтерия сөзі қабыршақ деген мағынаны білдіреді. Жіктеуіне тоқтайтын болатын болсақ, каринобактериялар бұл каринобактериум туыстастығына жатады, яғни адамға патогенді. Оларды бірнеше секцияларға бөледі, біріктіреді. Бірінші секциясында өсімдіктерге патогенді 16 түр жатқызылатын болса, екінші секцияда жануарлар мен адамдарға патогенді 21, соның ішінде негізгі 8 патогенді болып табылады. Және үшінші секцияда патогенді емес түрлері, оның ішінде 18 түр жатады. Соның ішінде адамдар мен жануарларға патогенді түрлеріне тоқталатын болсақ, көбінесе жиі патогенділік қабілет көрсететін клиникалық көріністермен көрінетін каринобактериум дифтерия, яғни дифтерияның қоздырғышы, және каринобактериум ксерозис, псевдо дифтерикум, тағы да басқа дифтероидтардың түрлері жатады. Және де каринобактериум дифтерия қоздырғышының 3 биоварианты бөлінген. Ол дифтерия гравис, каринобактериум дифтерия метис, орташа ауырлықты көрсететін, және де каринобактериум дифтерия интермедиус, бұл аралық түрді көрсететін негізгі каринобактериум дифтерияның түрлері ажыратылады. Негізгі морфологиялық ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бұл бактериялардың таяқшаларының ұштары жуандалған, түйреуішке ұқсайды, грамша оң боялады, қозғалмайды, спора түзбейді, жағында да бұрыштап орналасады, латынның X, Y, W, V әріптеріне ұқсап орналасады. Мына суреттен қарасаңыздар, бұрыштап орналасқан дифтерияның таяқшаларын көріп отырсыздар. Фимбриялары бар. Нессер дифференциалды бояуы бойынша таяқшалар везувиннің әсерінен сары түске боялады. Көріп отырғандарыңыздай, лефлер көгінің әсерінен қоңыр қара түске бояйды валютин дәндерін. Сонымен бірге лефлер әдісімен де бояуға болады. Лефлер әдісінде таяқшалар ақшыл көк түске, валютин дәндері қою көк түске боялады. Таяқшалар жалпы полиморфты болып келеді. Кейбір кездерде L формалы таяқшалар түзуі мүмкін. Ергешейлі, гигантты, көк тәрізді, тарамдалған және де тағы басқа түрлері кездесуі мүмкін. Микрокапсулалары болады. Дифтерия грависке тоқталатын болсақ, қысқа полиморфты таяқшалар, дәндері аз болады. Дифтерия метис ұзын, дәндері көп. Дифтерия интермедиус болатын болса, ұзын, дәндері аз болып ерекшеленеді. Дифтерияның дақылдық қасиеттері аэробтар немесе факультативті аэробтарға жатады. Негізгі өсу температурасы 15-40 градус, оптимальды температурасы 33-35 градусты қамтиды. pH 7,6-8. Кез келген түрдегі жануарлардың қаны мен сары су қосылған қарапайым ортада өседі. Соның ішінде көбінесе жылқының сары суын пайдаланады. Қанды агарлар мен сары сулы агарларда 8-10 сағатта колониялар түзіледі. Элективті орталары Ру, Лефлер, телуритті орталар, Клауберг, Тинсталь орталары жиі қолданылады. Осы қоректік орталарда каринобактериялардың өсу сипаты гравис пен метиске байланысты ерекшеленеді. Лефлер, Ру, ұйыған сары сулы орталарда қоректік ортаның түсіне ұқсас, ұсақ, үшкірленген, шегір, тері тәрізді колониялар өседі. Колониялардың өсуі 8-10 сағатқа дейін байқалады. Клауберг ортасында телурит пен қан қосылған ортада гравис R колонияларын түзеді. Келесі слайдтан көріп отырғандарыңыздай, яғни гравис колониялары маргаритка гүліне ұқсайды, метис колониялары тегіс, S пішінді, томпақ
колониялар, интермедиус колониялары, шеттері сәл иректелген томпақ агардың бетінде томпайып тұратын колониялар. Сонымен бірге Маклауд агар қолданылады. Ол жерде де біз коренобактериялардың дифтерияның маргаритка гүліне ұқсас екендігін байқаймыз. Хром агар қолданылады. Ол жерде томпайған барлық коренобактериялар S пішінді томпақ колониялар түзеді. Телурит агарда да ерекшеліктерді көріп тұрсыздар. Яғни қоңыр қара колониялар қоректігінің ортасы асты мен колония маңайы қараяды. Бучин ортасында колониялар көк түсті болады. Қандагарда колониясы ұсақ қою көк гемолиз береді, бірақ та бұл гемолизин түзбейді. Қанты сорпада дәнді тұнба және қабыршақ түзеді. Гравистер метис болатын болса, диффузды лайланып тұнба береді. Коренобактериялардың антигендері, яғни бірінші липидтер төмен антигенді коренобактерияларға ортақ болып табылады. Полисахаридтері, яғни аз антигендік қасиет көрсетеді, әртүрлі сероварларға тән. Белоктар мен нуклеопротеидтері түрлі спецификалық қасиет көрсетеді. Содан кейін капсулалық антигендері ұқсас серотиптеуге қатысады. Яғни коренобактериялардың антигендеріне байланысты бұларды бірнеше сероварианттарын жіктеуге болады. 11 сероварианты, соның ішінде 7 негізгі және 4 қосымша сероварианттары бар. Токсигенді штамдарын көріп отырсыздар, және де гравистің, метистің штамдарын ажыратуға болады. Биохимиялық қасиеттеріне келетін болсақ, коренобактериум дифтерия глюкоза мен мальтозаны газсыз ыдыратады. Коренобактериум ксерозис сахарозаны ыдыратады. Кейбір түрлері декстрин менен цистиназа түзеді. Гравис крахмалды ыдыратады. Коренобактериум дифтерия барлық штамдары күкірті сутек түзе отырып цистеин түзеді. Уреаза және фосфатаза ферменттері жоқ бұларда. Коренобактериум дифтерияның темір телуритін қалпына келтіретін қасиеттері де бар. Ал енді гравис пен метистің бір-бірінен айырмашылығына тоқталатын болсақ, яғни метис гемолиз түзеді, гравис крахмал түзеді. Коренобактериялар жалпы дезинфекциялық заттарға сезімтал келеді. 10% сутектің асқын тотығында 3 минутта, 1% сулемада, 5% карболда, карбол қышқылында 50-60% алкоголь ертіндісінде 1 минутта тіршілігін жояды. Төмен температурада 190 градусқа дейінгі температура, яғни төмен температурада бұлар тұрақты болып келеді. Жоғары температурада керісінше бұлар тез өледі. Тікелей күн сәулесінің әсерінен бірнеше күн, шаңда 5 аптаға дейін, суда, сүтте 6-20 күнге дейін, өлген денеде 2 аптаға дейін тіршілігін сақтайды. Патогенділік факторлары бойынша тоқталатын болсақ, дифтерия қоздырғышының негізгі вируленттілік факторларына экзотоксиндерді, соның ішінде гистотоксинді жатқызуға болады. Бұл құрылымы жағынан белокты токсин, температураға, оттегіге, жарыққа төзімді емес. Формалинмен өңдегенде антигендік қасиетін сақтап, анатоксинге тез арада ауысады, антигендік қасиет сақталынады. Және де формалиннің әсерінен тез жойылады, токсигендік қасиеті жойылады. Токсиннің 2 фракциясы бар, улы А, улы емес Б фракциясы бар. Токсиннің түзілуі бактериялардың лизогениясымен байланысты болып келеді, яғни оларда бета-фактор токсигендікке жауапты генді тасымалдайды ұрпақтарына. Токсиннің әсер ету механизмі жасуша ақуызының аминотрансферазасының түзілуіне ықпал ететін ферменттің ерекше ингибиторлары болып табылады. Токсинді ферментпен байланыстыру ақуыз синтезін басуға және жасуша өліміне әкеледі. Нәтижесінде некрозды алып, оны тәжірибелік жануарларға, теңіз шошқалары мен қояндарға минималды дозада енгізгенде өлімге әкелетіндігін көруге болады.
Токсиндерден бөлек патогендік ферменттері де бар, яғни ДНКаза, нераминидаза, дермонекротоксин, темір байланыстырушы белоктар, колонизация, инвазия, кірпікше, пели, фимбрияларда бұл патогенділік факторларына жатады. Сонымен бірге бұлардың корт факторлары бар. Макроорганизм жасушаларының тыныс алу процестерінің фосфорилденуін бұзатын негізгі факторға жатады. Эпидемиологиясына келетін болсақ, негізінен бөбежай жастағы мектеп жасына дейінгі балалар жиі ауырады. Бірақ егу күнтізбесі бойынша алдын алу шараларын ұйымдастырғаннан бастап, балалар арасындағы науқастанушылық төмендеген. Айтса да, жұғу көзі науқас пен токсигенді штамдардың бактерия тасымалдаушылары болып табылады. Дифтериямен ауырып жазылғаннан кейін науқастар ұзақ уақыт қоздырғышты бөліп отырады. Ең қауіптісі А типті формадағы науқастар. Бұндай тасымалдаушылар науқастарда бірнеше есе көп болады. Науқастарға қарағанда бірнеше есе көп болады. Жұғу жолдары ауалы тамшылы, немесе ауалы шаңды, жөтелгенде, түшкіргенде, немесе сол науқастардың пайдаланған тұрмыстық заттары көбінесе ойыншықтарда, киімдерде, ыдыстарда, кітаптарда ұзақ сақталады. Негізгі орны жұтқыншақтың шырышты қабығы. Дифтерия экзотоксинінің негізгі басты нысандары көмей жұтқыншақтың шырышты қабығы, бүйрек бездері, миокард, жүйке ұлпасы болып табылады. Сол жерлерде клиникалық көріністер көрсетеді. Қоздырғыш ауыз жұтқыншақ шырыш қабығынан енеді. Кейде көз, жыныс, ағза, тері, жарақаттар арқылы эпителий жасушасының рецепторларына жабысып, қабыну үрдісін қоздырады. Колонизация мен экзотоксиннің гистотоксин бөлінуі болады. Токсин Е жасушасындағы белок синтездейтін ферменттерді блоктайды, нәтижесінде олардың өлуіне әкеледі. Бұл некрозға және өлімге әкеледі. Қоздырғыштардың өзі ену қақпасында қалады, ал токсин сіңіп, жалпы және жергілікті токсикалық әсер көрсетеді. Егер қабыну шырышты қабықтардың бір қабатты эпителийін зақымдаса, онда науқастанушылық жеңіл, яғни тек эпителийдің некрозы қалыптасады. Ал егер көп қабатты көлденең эпителий қабықтарын зақымдайтын болса, процесс ауыр түрде өтеді, себебі онда эпителийдің астындағы дәнекер тіндері некроздалады. Тінге терең бекінген фибринозды қабыршақ тіннен қиын ажырайтын болады, және де жазылуы ауыр болатын болады. Міне сіздер мына слайдтан көріп отырғандай, фибринозды терең қабыршақ, бұл жерде жаңағы шырышты қабықтың терең зақымдануын көріп тұрмыз. Дифтерияның инкубациялық кезеңі 2-10 күнді қамтиды. Үрдістің орналасуына байланысты клиникалық формаларда әртүрлі болады. Регионарлы лимфа түйіндеріне еніп, қабыну туғызады, яғни лимфоаденит дамиды. Тамырлармен токсин тез қанға өтіп, тамырлардың кеңеюіне әкеледі. Ол қанның қоюлануы мен тоқталуына әкеледі. Жүрекке енген кезде токсин миокардты зақымдайды, нәтижесінде жүрек бұлшық етінің салдануына әкеледі. Бүйрек үсті қабатын таңдамалы зақымдай отырып, жүрек қан тамырлар жүйесіне екіншілік қолайсыз әсер көрсетеді. Бүйректе нефрит туындатады, перифериялық нерв жүйесінде пиелонефриттер, парездер, салдану сияқты көріністер көрсетеді, көбінесе жұмсақ таңдайдың парезіне әкеледі. Бұндай жағдайларда иммундық жүйе антиденелерді 5-7 күннен кейін синтездеуді бастайды. Ауыз қуысының патологиясындағы орнына тоқталатын болсақ, коринобактериялар үнемі көп мөлшерде дені сау адамдардың ауыз қуысында кездеседі. Бұлар туыстастықтың патогенді емес өкілдері дифтероидтар мен жалған дифтериялық таяқшалар, яғни Гофман таяқшалар деп аталынады.
Нағыз дифтериялық таяқшалардан олар морфологиясы, кейбір биохимиялық қасиеттерімен, сонымен бірге токсин түзбеуі бойынша ерекшеленеді. Ауыз қуысында мекендейтін коринобактериялар тотығу, тотықстану төмендетеді. Ол анаэробтардың өсуі мен көбеюіне әкеледі. Коринобактериялар тіршілік барысы кезінде К тобының дәруменін синтездейді. Ол бактериоидтардың, пептострептококтардың, фузобактериялардың және веланеллалардың өсу факторы болып саналады. 95-97% науқастанғандардың ішінде ауыз жұтқыншақ дифтериясы кездеседі. Әр түрлі формалары болады. Катаральды, яғни қабыршағы жоқ, және фибринозды, яғни бөлшекті және қабыршақты формалары кездеседі. Шырышты қабықтың қызаруы, көгерген ісіну, таңдайдағы бадамша бездерінің ісінуі, мөлшері ұлғаюы, ортаңғы сызықтарының қосылып кетуі, бадамша бездерде лайлы сұр түсті фибриноз қабыршақтардың пайда болуы, бұл негізгі көмей жұтқыншақтағы дифтерияның негізгі көрінісін көрсетеді. Егер аңқа жұтқыншақ пен бадамша безімен бірге қабынуға ұшыраса, дифтериялық круп дамиды. Тұтас қабыршақты бөлшекті болуы да мүмкін. Қызыл иекте ақшыл, сары немесе сұр қабыршақ пайда болады. Дифтериялық гингивит деп атайды оны. Интоксикация нәтижесінде қатты бас ауруы, тері жабындыларының бозаруы, әлсіздік, тәбеттің болмауы, ауыздан тәтті иістің шығуы, тыныс алудың ауырлауы, қорылға ұқсас демалу, лимфа түйіндерінің тығыздалуы, мойын маңы тері асты клетчаткасының ісінуі, көбінесе бұлар токсикалық түрінде жиі кездеседі, немесе жаңағы жуан мойын симптомы сияқты симптомдар байқалады. Ауырып жазылғаннан кейін иммунитет тұрақсыз болады және ұзаққа созылмайтын тұрақты токсинге қарсы иммунитет қалыптасады. Дифтерияның профилактикасына келетін болсақ, бұл анатоксин, адсорбцияланған анатоксин, және де адсорбцияланған дифтериялық сіреспелік анатоксин, және де адсорбцияланған көкжөтелдік дифтериялық сіреспелік анатоксин вакцинасы қолданылады. Бұл егу күнтізбесіне сәйкес жасалуы керек. Дифтерияны емдеуге және бактерия тасымалдаушылықтарды санация жүргізуге препараттар тағайындалады. Сонымен бірге симптоматикалық еммен бірге пенициллиндер, ванкомицин, эритромицин сияқты антибактериалды препараттар тағайындалады. Дифтерияны диагностикалауда науқастан клиникалық көріністеріне байланысты зерттеу материалдары алынып, 3 сағаттың ішінде зертханаға жеткізіледі. Зертханаға жеткізілген зерттеу материалдары, яғни бұрын жұтқыншақ, көз, құлақ, уретра, жарақат, қабыршағы, яғни бөлінділер алынады. Одан кейін оларды микроскопиялық және бактериологиялық зерттеу әдістері бойынша анықтайды. Бөлініп алынған материалды лабораторияға жеткізілгеннен кейін оны метилен көгімен немесе Лефлер әдісіменен, Грам әдісіменен бояп қарайды. Содан кейін бактериологиялық әдісте қанды теллуридті орталар, Бучин, Клауберг және тағы басқа элективті орталарға сеуіп, таза дақылды бөліп алады. Ферменттік белсенділігін анықтайды және де серологиялық әдістерді қолданады. Микроскопиялық бактериологиялық әдістер бойынша идентификация жасалынады. Цистинді ыдыратуын анықтау үшін пизу сарысулы ортасы 0,2% цистин мен 0,1% сірке қышқылды қорғасынды түзілген күкірті сутекке индикатор ретінде қосады. Ортаға укол әдісімен таза дақылды себеді. 24 сағаттан кейін укол бойында қараю пайда болатын болса, онда дифтерияның цистинді ыдырататындығы анықталады. Уриазаға сынаманы ЗАГС сынамасы деп атайды. Оны жүргізу үшін мочевинасы бар фенол қызыл индикатор бар сорпаға таза дақылды себеді.
сорпаның түсінің қызыл түске өзгеруі уреаза ферментінің бар екенін білдіреді. Сахаролиттік белсенділігін гис ортасында анықтайды. Соған байланысты идентификация жасалынады. Токсигенділігін анықтау үшін аухтерлони преципитация реакциясы жүргізіледі. Токсигенділіктің сандық анықталуын жүргізу үшін теңіз шошқаларына не болмаса 9 күндік тауық эмбрионына жұқтырады. Көкжөтел тыныс алуының жедел жолдарының жедел катаральды ауруымен және спазмдық жөтелмен сипатталатын жедел инфекциялық ауру. Жіктеуіне тоқталатын болсақ, бұл тұқымдастығы белгісіз бүгінгі күнге дейін туыстастығы бардателла туыстастығына жатады. Түрі бардателла пертусис, парапертусис және бронхисептика. Бұны Бордо мен Жанко деген ғалымдар науқастанған баланың қақырығынан бөліп алған. Морфологиясына тоқталатын болсақ, грамм теріс таяқшалар, көкжөтел таяқшалары грамм әдісімен нашар боялады, сондықтан толуидин көгі арқылы бояған кезде екі шетіндегі метахроматинді гранулаларын көруге болады. Мына жердегі суреттен көріп тұрғандай, шеттеріндегі метахроматинді бояулары толуинді көкпен боялып тұр. Бұлар пертусистің капсуласын көруге болады және осы әдіспен, және де бронхисептиканың талшықтарын көруге болады. Дақылдық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, бұлар аэробтар қоректік орталарды талғайды. Түзілген май қышқылдарын бейтараптау үшін амин қышқылдарын, яғни өсу факторлары ретінде қосады. Қан, көмір, шайыр қосылады. Олар осы бактериялардың өсуіне ықпал жасайды. Дақылдандыратын орталары Бордо Жангу, глицерин, картоп, қан қосылған орталар. Бұл орталарда колониялары сұр крем түсті сынап тамшыларына ұқсас колониялар түзеді. Казеинді көмірлі агарда колониялары қара, барқыттағы жемчуг сияқты колониялар түзеді. Қандагарда гемолиздік аймақ береді, бірақ та өзі гемолиз түзбейді. Жаңадан өскен колониялары S-типті болып өседі. Тұра біраз уақыт өткеннен кейін колониялары ескіріп, R-типке ауысуы мүмкін. Бардателла бронхисептика қарапайым қоректік ортада бір тәулікте өсе береді. Парапертусис болатын болса, қарапайым пептонды агарда нашар өседі. Биохимиялық белсенділігіне тоқтайтын болсақ, пертусистің биохимиялық белсенділігі төмен, белоктар мен көмірсуларды ыдыратпайды, каталаза түзеді, нитраттарды қалпына келтірмейді, оксидаза түзеді. Мына жерде сіздер көріп отырғандай, казеинді көмірлі агар мен Бордо Жангу ортасындағы жаңағы бардателла пертусистің дақылдық қасиеті көрсетілген. Бардателлалардың резистенттілігі сыртқы ортада бардателлалар өте сезімтал келеді. Организмнен тыс жағдайда көп сақталмайды. Құрғақ қақырықта бірнеше сағатқа дейін сақталады. 50-55 градус Цельсияда 15 минутта қайнатқанда дереу өлуі мүмкін. Ультракүлгін сәулесі, химиялық антисептиктер, антибиотиктер бұған тез әсер етеді. Патогенділік факторларына келетін болсақ, бірінші орында көкжөтелдік токсинді, белок құрылымды экзотоксинді жатқызуға болады. Содан кейін эндотоксины бар, тыныс алу жолдарының шырышты рецепторларын тітігендіретін трахеялық токсин болып табылады. Содан кейін миокардтың бұлшық етіне әсер ететін некротоксины бар. Капсула және адгезиндері патогенділік факторларына жатады. Көкжөтелдің
инфекция көзі науқас немесе тасымалдаушы көбінесе таралу жолы ауалы тамшылы жол арқылы таралады. Тек адамдар ауырады, мектеп жасына дейінгі балалар көп ауырады дедік. Және де соның ішінде емізулі жастағы балалар үшін бұл қоздырғыш өте қауіпті болып саналады. Яғни емізу жасындағы балалар, 1 жасқа дейінгі балаларда өлім көрсеткіші жиі болады. Көкжөтелдің патогенезі кезеңдермен өтеді. Бірінші кезең адгезиядан басталады. Оған көкжөтелдік токсин, фимбрия, трахея, колонизациялану факторлары атсалысады. Екінші кезекте жергілікті зақымдану, енген жерде трахеялық цитотоксин бөліне бастайды. Ол шырышты қабықтың шырышының бөлінуін бұзады. Шырыш қоюланып, жабысқақ консистенциялы бола бастайды. Және аденилат-циклазды гемолизин түзіледі. Ол болса, тыныс алу жолдарының эпителий және фагоцитті жасушаларының қызметін бұзады. Көкжөтелдік токсин тіндердің қызметін бұзады. Бұл екіншілік кезеңдегі жергілікті зақымдануға байланысты. Үшіншілік жүйелік бұзылыстар бұл кезде қоздырғыш шырышты қабықтардан табылмайды. Көкжөтел жалпы үшіншілік кезеңде басқа зерттеу әдістері арқылы диагностикаланады. Көкжөтел паражөтелге клиникалық жағынан ұқсас, бірақ та паражөтелге қарағанда ауыр клиникалық көріністер көрсетеді. Жасырын кезеңі 9 күн, катаральды кезең 2 аптадан 1,5 айға дейін созылуы мүмкін. Конвульсия кезеңі жөтел ұстамалары 4-6 аптаға дейін созылады, температура болады бұл кезде. Клиникалық кезең жөтелдің ауырлығына байланысты жеңіл, яғни күніне 5-10-ға дейін жөтелу, орташа ол 5-тен 25-ке дейін жөтел, ауыр жөтелу, 50-ден астам жөтелу аллергиялық, яғни спазмдық жөтелменен сипатталады. Жазылу немесе жойылу кезеңі 2-10 аптада жүзеге асады. Қоздырғыш тыныс алу жолдарының эпителиоциттерінің ішінде паразиттейді. Тыныс алу жолдарының рецепторларының токсиндерімен тұрақты тітіркену тыныс алу орталығында қозу ошағын тудырады. Нәтижесінде жөтел ұсталмалы немесе ұсақ бронхтардың спазмынан тұншығу пайда болады, және де сезімталдылықтың баяу типі дамиды. Көбінде ортаңғы отит, бронхопневмония үлкен жастағы адамдардың арасында жиі кездесіп, көбінде өліммен аяқталып жатады. Жөтелдің спазмдық аллергиялық жөтелдің салдарынан миға, көзге, теріге, шырышты қабықтарға қан құйылулар болуы мүмкін. Миға қан құйылу болған жағдайда спастикалық параличке, ақыл естің кемістігіне, басқа да неврологиялық бұзылыстарға әкелуі мүмкін. Ауырып жазылғаннан кейін тұрақты иммунитет қалыптасады, өмір бойына созылады, 20 жылға дейін деп есептелінеді негізі. Антиденелер синтезделеді, оларды агглютинациялық, преципитациялық, комплемент байланыстыру реакциялары арқылы анықтауға болады. Бұндай антиденелер ауырып жазылған балаларда анықталады. Көкжөтелдің диагностикасы жөтел кезінде бөлінетін шырышты барлық кезеңде анықтауға болады, және де зерттеуге қан сарысуын алуға болады. Материалды 2 түрлі әдіспен себеді. Себебі сыртқы ортаға тұрақтылығы нашар болғандықтан қоздырғышты лабораторияға жеткізе алмау қаупі бар. Сондықтан міндетті түрде тасымалдаушы қоректік орталарға себеді. Себу әдістері жөтел пластиналы әдісі деген әдіс болады. Науқастың төсегінде жөтеліп тұрған науқастың аузына қоректік агары бар табақшаны ұстап тұрып, табиғи жолмен себінді жасатып алады. Содан кейін
табақшаны арнайы транспорттық сөмкелер арқылы лабораторияға жеткізеді. Бұрын жұтқыншақ тампондармен де алуға болады. Бұл жағдайда міндетті түрде тасымалдаушы агарларменен жеткізіледі. Зертханалық диагностикалық әдістер бактериологиялық әдіс негізгі әдіске жатады. Бактериологиялық әдісте казеинді көмірлі, қаны бар картопты глицеринді агар, бордыжанғы ортасы жоғарыда аталып кеткен қоректік орталарға сеуіп, таза дақылды бөліп алады, микроскопиялап тимтариалдық қасиеттерін анықтайды, ферменттік белсенділігін анықтайды, антибиотикограмма жасайды және типтік түрлік сарысулармен агглютинациялық реакциялар қояды. Сирек жағдайда серологиялық реакциялар жасайды. Кеш кезеңдегі экспресс диагностикалық әдіс мақсатында жасалынады. Кейінгі кезде полимеразды тізбекті реакция қолданылып жүр. Иммунды флюоресценттік реакция арқылы жағынды жасап, жедел нақты диагностикалауға да болады. Көкжөтелдің спецификалық профилактикалық шаралары жоспарлы профилактикаға байланысты, яғни егу күнтізбесі бойынша вакцинация жасалу керек, яғни АКДС өлі вакцина 3 айлық жастан 3 рет енгізіледі. Жедел профилактика көкжөтелге қарсы донорлық иммуноглобулин немесе адамның қалыпты иммуноглобулин арқылы жасалынады. Бұл иммуноглобулиндер ауырған адаммен тығыз қарым-қатынаста болған 7 жасқа дейінгі балаларға жасалынады. Емі симптоматикалық ем және антибиотиктерменен жүргізіледі. Және де қосымша балалардың тыныс алуы, жөтелуі ауыр болып жатқан жағдайда жоғары тыныс жолдарының шырышты заттарын, шырыштарын тазарту, кей жағдайларда оттекпен демалту, қиын ауыр болып жатқан жағдайда өз бетінше оттекпен демала алмай жатқан жағдайда, содан кейін мүлдем ауыр жағдайларда мұрын көмей интубация жасалады. Қақырық түсіретін жеңіл седативті заттарды да тағайындауға болады. Бұл жағдайды жеңілдетеді. Бұндай көкжөтелмен ауыратын балаларды негізі тыныш, мазасын алмайтын, таза ауалы жағдайда, тікелей күн сәулесі түспейтін бөлмелерде оңаша ұстаған жөн болып табылады. Сонымен біз сіздермен бүгін коренобактериялар менен бардотеллалардың биологиялық қасиеттерін, патогенділік қасиеттерін, сонымен бірге клиникалық көріністеріне, патогенезіне алдын алу емдеу шараларына тоқталдық. Назарларыңызға рахмет.